Саясаты башка діндер дәріптеледі. Осы менің бірінші жарымды жегедей жейді. Екінші, біздің мына экономикалық мүмкіншілігіміздің нашарлығы. Қысқа ғана айтуға болады, мысалы. Шанхай бірлестік сайтында жарияланды жақында. Қазақстанның сыртқы қарызы 120 миллиард доллар. Біз мына нәрсені ескеруге болады. Алып Россия деп отырсақ, соның жылдық бюджеті 580 миллиард доллар. Соның 5-тен бірі 10 есе кішкентай Қазақстанның қарызына айланып отыр. Сонда ертең тағдыр қалай болады? Халқымыздың, ұрпағымыздың тағдыры не болады ертең күні? Осы ойландырады мені. Одан кейінгі нәрсе, мына территориямыздың басқалардың қолына жалға и армен қарай кетіп қалуы да мүмкін. Мен қысқа бір мысал айтайын сізге. Әзір статистика бойынша 1,5 миллион адам жұмыссыз Қазақстанда. 1,5 миллион адам жұмыссыз. Бұның басым көп сандысын қазақ ұлтының өкілдеуге болады. Менің соның біреуіммін. Енді мына қызықты қараңыз. 2004 жылы үкімет келісіліп Алакөл ауданынан, Талдықорғанның, Алматы облысының 1000 гектар жерді, яғни 100 мың му Қытайдың есебіменен бұршақ өсіруге Қытайларға 10 жылға жалға берілген. 3000 Қытай азаматы сол Алакөлде жұмыс істеп жатыр. 2004-тен бері қарай. Келісім бойынша 2014 жылы бұл тоқтам бітеді, ары қарай ұзаруы мүмкін, енді о жағын мен айта алмаймын. Ал бізде 1,5 миллион адам жұмыссыз жүр. Мені қайран қалдыратыны сонда, басқа елдің азаматы келіп 10 жылға жұмыс алуға мүмкіншілігі бар. Ал біздер жұмыссыз жүрміз. Қарап отырсаңыздар, бұл бұршақ егуменше үлкен технологияны қажет етпейді. Бұны кез келген адам істей алады деп айтуға болады. Қандай талаптар қойып отырсыздар? Ашық жариялау арқылы. Біз талабымыз алдыда жасаралаға айтты, жоғарыда. Мен де соны қайталаймын. Бірінші, президент мырзаға отставкаға кетуге талап қойып жатырмыз. Екінші, мына кегендік одақты тоқтатуымыз керек. Бұл жоғарыда айтылып өтті ғой. Бұл екінші рет қайтадан Россияға қосылу деген сөз ғой елімізде. Үшінші, мына еркін демократиялық сайлам жасау керек мемлекетімізде. Ол болмай ешнәрсе өзгермейді. Төртінші, мына саяси босқындарды босату керек. Мысалы, Аран Атубек дейтін ағаларымыз бар, түрмеде отырған. Былтыр ғана ұсталып кеткен жігіттің атын ұмытып отырмын. Осы тілші жігіттер, содан басқа да кісілер бар, соларды босату керек. Тез арада босатылу керек. Бұл болмайтын нәрсе. Бұл ұлтымыздың нағыз патриоттары. И ары қарай кете береді. Қаншалықты отырасыз осы астық жерде? Мен енді бұны біз мерзімсіз деп жариялап жатырмыз. Біз қалай да олар бір жауап берілу керек. Соған дейін отырамын деп өзімді мен сіздер алдында сендіре аламын. Ал олар сіздердің қойған талаптарыңызды орындайды деген сенімсіз бе? Мен енді шынын айтсам оған сенімді емеспін. Бірақ дей тұрған мен енді біз өзімізді осы арқылы талабымызды білдіруге көш жасап көреміз деп ойлаймын. Яғни демократиялық қоғамды қалыптастырудағы алғашқы қадамдар деп ойлайсыз ба осы? Әрине, солай деп ойлап келіп жатырмыз.